Біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз. Адал әрі табанды еңбегімен табысқа жеткен адамдар қашанда құрметті, сыйлы болу керек. Бір сөзбен айтқанда, біздің қоғамда еңбекқорлық, кәсібилік сияқты қасиеттер өте жоғары бағалануы тиіс. Өз кәсібін жетік меңгерген мамандар ұлт сапасын арттырады. Жұмыстың жаманы жоқ, кез келген еңбек қадірлі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Жұмысшы мамандықтарын даярлауда айрықша еңбек етіп келе жатқан Жетісай ауданының Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжі 2024-2025 жылғы оқу жылында толағай табыстарға жетті. Атап айтқанда, республикалық үздік педагог номинациясының иегері Айдарханова Назым Ермаханқызы Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтан арнайы марапатталып, 3 миллион 600 мың теңге сертификатына ие болды. Облыстық кәсіби шеберлік конкурсының бірінші, екінші орын иегерлері Жүсіпбекова Мөлдір, Сыздықова Бағила. Ақмола облысы Щучинск қаласында өткен республикалық кәсіби шеберлік байқауында кәсіби шебер номинациясының иегері Мөлдір Жүсіпбекова. WorldSkills Түркістан 2025 облыстық чемпионатында студенттеріміз веб-технология, бастауыш білім беру, прототиптеу құзыреттіліктері бойынша алтын медаль, компьютерлік 3D модельдеу күміс медаль, графикалық дизайн қола медаль. Мобильді қосымшаларды әзірлеу мен CAD инженерлік графика бойынша 2 ерекше медальон. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданында болып өткен Дала Skills 2025 бірінші өңіраралық чемпионатына колледж студенттері 2 құзыреттілік бойынша қатысып, үздік маман иегері атанды. Музыкалық білім беру мамандығының студенті республикалық үздік топ 100 студенті конкурсында топ жарып, Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрі Ғани Бектайұлынан марапат алды. Ұстаздарымыздың кәсіби шеберлігі мен шәкірттеріміздің білімге деген құштарлығының арқасында Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінің ұжымы алар асулармен бағындырар биіктері әлі алда екеніне нық сенімдеміз. Болашақтың білімді, білікті мамандарын тәрбиелеу жолында аянбай еңбек етіп, жетістіктерге бірге жетеміз.